Саламатсыңдар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зерттеуді жоспарлау. Сабақтың оқу мақсаттары: зерттеу жоспарын құрастыру, зерттеу жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелерін тұжырымдау. Мақсатқа жету үшін зерттеу нысаны мен пәнін тұжырымдау, жұмыс жоспарын құруды білу, қауіпсіздік ережелерін сақтау. Зерттеудің қандай да бір түрі ғылымның бастамасы болады. Зерттеу жүргізу кезінде қандай жоспарды пайдаланамыз? Зерттеуді қалай сауатты жүргізу қажет? Осы жайлы бүгінгі сабақта үйренетін боламыз. Кез келген зерттеу алдын ала жұмысты жоспарлап алуды қажет етеді. Зерттеу жүргізу үшін зерттеу әрекетінің жекелеген кезеңдерін қарастырайық. Зерттеу жүргізудің 3 кезеңдері бар. Бірінші кезең мәселені, зерттеу пәні мен нысанын анықтау. Мәселе – бұл зерттеуші тәжірибе соңында жауабын табуы тиіс нақты міндет. Зерттеу жүргізу кезінде нақты өзекті мәселені алғанымыз жөн. Зерттеу пәні – бұл зерттеу мәселелерін шешу үшін қажетті нақты ерекшелік, факті, құбылыс. Мысалы, ғаламдық жылыну, табиғат құбылыстары, ерекшелік, факт. Зерттеу нысаны – бұл зерттелетін зат. Зерттеу нысандары адамдар тобы, мекемелер, физикалық денелер, психикалық ерекшеліктер тағы басқа болуы мүмкін. Зерттеу жүргізу кезінде нақты өзекті мәселені зерттеу пәні мен нысанын анықтайтын болсақ, біз зерттеуді уақытын үнемдейтін боламыз. Екінші кезең мәселе бойынша әдебиетті зерттеу, негізгі ұғымдарды, жұмыстың тақырыбын анықтау. Бұл кезеңнің мақсаты ғылымға зерттелетін мәселе жайлы не белгілі екенін, ал қайсысы аз зерттелген, немесе мүлде зерттелмегенін анықтау. Берілген мәселе бойынша әдебиетті жақсылап зерттеуін қажет. Үшінші кезең зерттеудің мақсатын, міндетін және болжамын тұжырымдау. Зерттеу мақсаты – бұл зерттеу мәселесін құрайтын сұрақтың зерттелуі мен шешімі. Болжам – бұл зерттелетін пән туралы зерттеліп отырған құбылыс жайлы жорамалдау. Болжам ізденістер мен зерттеудің негізгі бағытын анықтайды. Болжамды дұрыс тұжырымдау үшін келесі нұсқаулықтарды пайдалан. Бірінші, зерттелетін жағдайды сипатта. Екінші, қажет жағдайды жазып ал. Үшінші, шарт қой. Болжамды тұжырымдауға келгенде, егер, онда формуласын пайдалан. Бұл мәселені қалай шешуді сипаттайды. Қарама қайшылықтарды шешуге көмектеседі. Зерттеудің міндеттері мақсатты нақтылайды және болжамды тексеруге көмектеседі. Бұл берілген болжамды дәлелдеуге немесе теріске шығаруға жәрдемдесетін зерттеудің нақты қадамы. Оқушылар жаңа айтылған ақпараттарды пайдалана отырып, зерттеу жоспарын негізге ала отырып, сыныпқа шағын зерттеу жүргізейік. Сыныпқа қандай зерттеу жүргізуге болады? Қандай сұрақтар қоюға болады? Сен өз сыныбыңды қаншалықты жақсы білесің? Сені және сенің сыныптастарыңды не байланыстырады? Сенің ерекшелігің неде? Оны білу сені қызықтыра ма? Осы сұрақтар бойынша біз зерттеу жүргізетін боламыз. Осы сұрақтар бойынша өз болжамыңды құр. Енді осы зерттеу жұмысын анықтау үшін біз бірінші зерттеуді жоспарлаймыз. Бірінші біз мәселені анықтаймыз. Осы сұрақтар бойынша біз қандай мәселені анықтаймыз? Яғни сыныптастарыңның нешеуінде өзіңмен ұқсастық бар? Қандай белгілер бойынша? Осы мәселе бойынша зерттеу жүргіземіз. Осы мәселенің зерттеу пәні не болып табылады? Ойланып көрейік. Зерттеу пәні. Алдыңғы берілген ақпараттарды есімізге түсірейік.
ұқсастық белгілері болып табылады, зерттеу пәні. Бұл біздің зерттейтін құбылыс, Зерттеу нысаны. Зерттеу нысаны кім болады бізде? Кім зерттейміз? Сыныптастарды, Дерек көздері. Осы мәселені зерттеу бойынша сыныптастарының арасында жүргізілген сауалнама, сұхбат. Зерттеу тақырыбы. Осы мәселе бойынша қандай тақырып қоюға болады? Ойланайықшы. Өзің қандай тақырып ойластырушы едің? Мысалы, мен және менің сыныптастарым деп алайық, Зерттеу мақсаты. Нақты қандай мақсат қоямыз алдымызға? Сыныптастарымен ұқсастық белгілерін анықтау. Енді осы мәселе бойынша өз болжамдарыңды ұсыныңдар. Қандай болжам ұсынуға болады? Мысалы, егер сыныпта бір-бірімен жасты балалар оқыса, онда олардың кейбіреуі маған бір белгілері бойынша ұқсас болып келеді, Мысалы, жастарың бірдей болуы мүмкін, бойларың бірдей болуы мүмкін, қызығатын ойындарың, кітаптарың, хоббиларың ұқсас болуы мүмкін, Зерттеудің міндеттері. Осы зерттеу мәселесі бойынша біз алдымызға нақты міндеттер қоямыз, Осы бойынша әрі қарай жұмыс істейміз. Бірінші, зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты анықтау мақсатында сұхбаттасу сұрақтарын дайындау. Екінші, балалардың қандай қызығушылықтары мен хоббиі бар екенін білу үшін сыныптастарым арасында сауалнама жүргізу. Үшінші, қандай кітаптар оқитынын, қандай ойындар жақсы көретіні жайлы сұхбат жүргізу. Төртінші, өзіме бір белгілері бойынша ұқсас жақтары бар сыныптастардың санын есептеу. Енді оқушылар, осылайша сен өз зерттеуінің жоспарын құрдың. Олар: бірінші, зерттеу мәселесі. Екінші, зерттеу пәні мен нысаны. Үшінші, берілген мәселені шешуге көмектесетін ақпарат көздерінің тізімі. Төртінші, зерттеу тақырыбы. Бесінші, зерттеудің мақсаттары. Алтыншы, зерттеудің болжамы. Жетінші, зерттеудің нақты қадамдары. Осы зерттеу жүргізу кезінде қалай жоспарлаймыз? Осы 7 қадамды естеріңде сақтап алыңдар. Келесі жолы зерттеу жұмыстарын жасаған кезде осыны негізге ала отырып, әрі қарай жұмыс істейтін боласыңдар. Енді оқушылар, біз зерттеу жүргізу кезінде қалай жоспарлаймыз? Жоспарлаудың қандай кезеңдері бар екені жайлы үйрендік, Келесі, зерттеу жүргізу кезінде қандай қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз қажет? Осы жайлы тұжырымдаймыз. Зерттеу барысында біз қауіпсіздіктің нұсқау белгілері беріледі. Яғни, бірінші суретте резеңке қолғапты пайдалан. Не істеуіміз қажет? Резеңке қолғапты пайдалануымыз қажет. Зертханалық жұмыстар жасаған кезде. Екінші суретте не берілген? Заттың иісін білу үшін буды немесе газды мұрнынан алыс ұстап желпу керек. Терең тыныс алмаңдар. Не себепті деп ойлайсыңдар? Яғни, ол улы газ болуы мүмкін. Сол газға уланып қаламыз, егер терең тыныс алсақ, Келесі суретте не белгіленген? Қандай белгі деп ойлайсыңдар, балалар? Бұл қалдық заттарды арнаулы ыдыстарға жинау керек деген белгі. Яғни, қалдық заттарды біз тастап кетпеуіміз қажет. Белгілі бір ыдыстарға құйып қоямыз, Ол төгіліп қалса не істейді? Қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Келесі белгі нені білдіреді? Яғни, қорғаныш көзілдірігін пайдалан. Зертханалық жұмыс жасаған кезде көзімізге бөгде заттар түсіп кетпес үшін не істеуіміз қажет? Көзілдірік киюіміз қажет. Келесі, балалар, қауіпсіздіктің тыйым салу белгілері. Егер де осындай қызыл белгімен берілетін болса, бұл тыйым салады деген белгі. Сондықтан оны істеуге болмайды. Бірінші суретте
затты қолмен ұстауға болмайды деген белгі. Екінші суретте заттың дәмін татуға, жеуге, ішуге болмайды деген белгі. Осы белгілер тұрса, есімізге сақтап алайық, не істемеуіміз қажет екенін. Үшінші, шашылған немесе төгілген заттарды жинамай тастап кетуге болмайды. Төртінші суретте ашық отты пайдалануға болмайды деген тыйым салу белгілері. Осы тыйым салу белгілерін есімізге сақтап алайық. Келесі, қауіпсіздіктің сақтандыру белгілері. Сары түспен беріледі. Бірінші белгі электр тоғымен зақымдану қаупі. Екінші белгі улы заттар. Үшінші белгі тез жанғыш зат. Төртінші белгі радиоактивті зат. Осы қауіпсіздіктің сақтандыру белгілері, тыйым салу белгілері, нұсқаулық белгілерін есімізге сақтап алайық. Алдағы уақытта сарамандық жұмыс жасаған кезде, зертханалық жұмыстар жасаған кезде пайдаланамыз. Оқушылар, бүгінгі сабақта біз не жайлы білдік? Зерттеуді дұрыс жоспарлау жайлы және зерттеу кезінде қандай қауіпсіздік шараларын сақтауымыз қажет, осы жайлы білдік. Енді бүгінгі сабақ бойынша 3Б кестесін толтырайық. Бірінші, білемін, білдім, білгім келеді. Осы кестені толтырайық, балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды.